Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болдық алсаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етулерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Өзіңе бензин шашып от қойсаң ақша берем деген. Оралда 8 жасар баланың денесі 95% күйік шалды. Уақиға 10 тамыз күні сағат 16:30-да Қонаев шағын ауылында болған. Балалар аулада ойнап жүрген. Ал бір тұрғын көлік жөндеп жатқан. Ол жанармай құйылғаны канистрін қараусыз қалдырған. Оны балалар алып тұтадым, салдарынан жарылыс болған. Сол сәтте 8 жастағы Артемнің киімі өртенген. Жансақтау бөліміне жеткізілгенде баланың 4-ші дәрежеде күйік диагнозы қойылған. Оны жасанды тыныс алу аппаратына қойған. Анасы Артемнің жазғы демалысқа апасының үйіне жіберген. Бейне қоңыраумен сөйлескенде мені өртемек болды деп бірнеше рет айтқан. Баланың ата-анасы Оралға дереу жеткен. Дегенмен араға бір апта салып, бала көз жұмған. Марқұмның анасының көзінше 6 жасар бала Артемнің үстіне бензин шашқан, ақша бермейтінін айтқан. Десе де олардың келіспеген. Сосын 6 жасар бала қатарынан үстіне бензин шашып от қойған. Дегенмен полиция куәлігіне жауап алмаған. Іс алға жылжымай жатыр деді ата-ана. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.